Оқыс жағдай. Балқашта 2 жасар бала 5-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Жасыл желек қамы. Биыл Балқашта 3,5 шақырымнан астам суару жүйесі жаңаланады. Балқашта 2 жасар бала 5-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Оқиға 3 маусым күні кешқұрым уақытта орын алған. Бала түрлі жарақатпен орталық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер жағдайы тым ауыр деп бағалап отыр. Бүлдіршін қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Баланың жағдайы өте ауыр, комада жатыр. Гемодинамика тұрақсыз, ми мен ми тамырлары қатты зақымданған. Денесі мен аяқтарында көптеген жарақаттар мен гематомалар бар. Балқашта жаз айларының алғашқы күндерінде 22 адамның ковид жұқтырғаны расталды. Науқастардың 94%-ында ауру белгілері анық байқалған болса, 6%-ында індет ешбір симптомсыз өтіп жатыр. Науқастардың арасында ересектердің үлесі 82%-ды құраса, 18%-ы балалар арасында дендеген. ТАЖ вирусының ауыр түрімен күресіп жатқандар саны да азаймай отыр дейді дәрігерлер. 4 күннің ішінде карантин режиміне бағынбаған 6 азаматқа қатысты іс сотқа жолданған. Сот қажет деп таныған жағдайда тұрғындарға 30 айлық есептік көрсеткіш айыппұл түріндегі әкімшілік шара қолданылады. Коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылықты төмендету және халық арасында ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін екпе алу қажет. Мен әрдайым қала тұрғындарына вирустың алдын алу және таралуын азайту үшін вакцина алуды ұсынамын. Халық арасында ұжымдық иммунитетті қалыптастыру және сырқаттанушылықты азайту үшін вакцина қабылдауға шақырамын. Өзіңізді және жақындарыңызды жұқтыру қаупіне ұшыратпаңыз. Биыл Балқашта 3,5 шақырымнан астам суару жүйесі жаңаланады. Негізгі жұмыстарды Балқаш су мекемесінің мамандары атқарады. Бас желі саналатын Байсейітова көшесіндегі құбырлардың кей бөліктері ауыстырылған. Енді Сейфуллин, Қараменді би, Желтоқсан және Ағыбай Батыр көшелеріндегі суару жүйесін қалпына келтіре бастайды. С июня месяца на ежедневной основе. Маусым айынан бастап күн сайын қаланың сол жақ тармағы бойынша суару жүргізіледі. 2020 жылы атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша 13 шақырымға жуық суару жүйесі қалпына келтіріліп, іске қосылды. 2021 жылы 600 метр магистральдық құбыр қалпына келтіріліп, толыққанда суаруға мүмкіндік береді. Суару желісінің пайдасын көріп, үй маңындағы жасыл желектерді суарып жүргендердің бірі Шашубай шағын аудандағы нөмірі 12 үйдің тұрғындары. Бүгінде Балқаш су мамандары үйге қарай аптасына 6 күн бойы су жіберіп отырады, ал дүйсенбі демалыс күні болып есептеледі. Уже цвет набрали, а полива нет. Қазір суару жүйесімен мәселе шешілді. Бұған дейін құбырлар тесіліп, су далаға ағатын. Мамандар келіп, дәнекерлеп бергелі барлығы тиісті деңгейде жұмыс істеп тұр. Жұмыспен қамту орталығы балқаштық жастарды жұмысқа шақырады. Шаһарымызда пайдалы жаз жобасы бастау алды. Оған 16 жастан асқан оқушылар мен студенттер қатыса алады. 3 ай еңбек етіп, тиісті жалақы алуды көздеген жастар құжаттарын әзірлеп, мамандарға жүгінсе болады. Қосымша сұрақтар туындаса, Балқаш қалалық жұмыспен қамту орталығының телефоны 65070. Молодежь будет направлена на... 1 маусым мен 31 тамыз аралығында қала жастары жазғы демалыстарын пайдалы әрі тиімді өткізе алады. Оларға спорт, кеңсе, мәдениет пен құтқару салаларында жұмыстар ұсынылмақ. Жасөспірімдер аптасына 36 сағат, яғни күн сайын 7 сағат жұмыс істейді. Жалақы мөлшері 63 мың теңгені құрайды. Балқашты құтқарушылар көл жағалауына рейдке шықты. Бүгін төтенше жағдайлар басқармасы мамандары мен қаланың ерікті жастары бірлесіп, жағада демалып жатқан қала қонақтары мен тұрғындарына судағы қауіпсіздік шараларын түсіндірді. Арнайы қызмет өкілдері дәл осылай шомылу маусымы аяқталғанша күніне 2-3 мәрте азаматтарды ақпараттандыруды қолға алып отыр. Бүгін олар 100-ге тарта жадынама таратты. Если перегреетесь, воду не лазьте. Потихоньку, чтобы вода тело привыкало к воде. Көл аумағында жағажайларда және де біздің төтенше жағдайлар басқармасының автокөлігімен аудио жазбамен профилактикалық жұмыс жүргізді және де жаднамалар таратылды, сұхбаттар жүргізілді. Суда қандай ережелерді сақтау керек екен, балаларды қараусыз қалдырмауларын, арақ ішіп мас күйінде суға түспеулерін және де өзіне таныс емес жерлерге сүңгуге және жүзуге тыйым салынатынын ескерттік.
Рәміздер күнінде мыңдаған балқаштық бір уақытта әнұранды шырқады. Бүгін сағат 11:00-де шаһарымыздың білім ордалары мен орталық стадионында және бірнеше мекемелерде қызметкерлер мен қала еріктілері бір мезетте әнұранды әуелетті. Одан өзге регион такси қызметі тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 автокөлік елдігіміздің басты нышаны көк туымызды желбіретіп, шаһар көшелерімен жүріп өтті. Оператордың көзіне ілінген тарихи сәттерді назарларыңызға ұсынамыз. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны еліме қарашы. Ежелден ерлеген даңқымыз шаттығын, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар. Бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Асылған уақытта мәңгілік осындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, менің елім, өлең болып елімін, жарым болып көңілімнің елім, туған жерім менің Қазақстаным.